Қайырлы күн достар, сіздермен суперфуд рецепттері. Бүгін сіздермен банан қосылған панкейк дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті бір жұмыртқамыз, аз ғана тұзымыз, шым-шым, қант бізде 60 грамм, бір банан қосқандықтан мен қантты азғантай қостым. Егер сіздер банан қоспайтын болсаңыздар, қантты көбірек қосуға болады. Бананды осылай блендермен езсеңіздер де болады, немесе осылай шанышқымен езіп алсаңыздар болады. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Енді құрамын бір-біріне қоса бастаймыз. Езілген бананымызды жұмыртқамызға араластырамыз. Келесі бізде бір стакан сүтіміз, яғни 100 мл. Сұйық майымыз 50 мл. Ұнымыз бізде 200 грамм. Осылай сүзгіден өткізіп алған ұн жақсы болып піседі. Панкейкіміз соңында разрыхлительді қосамыз, яғни қамыр қосқышты араластырамыз. Өте қою емес, өте сұйық та емес. Қоспа бізде дайын болуы керек. Достар, біздің қоспамыз дайын. Табаны қыздырып қойдым. Сұйық майды кішкентай ғана қосып, жан-жағына жағамыз. Бұдан ары қарай сұйық майды қоспаймыз, себебі сұйық май панкейкіміздің құрамында бар. Осындай көлемде панкейкімізді жайып дайындаймыз. Екінші жағына ауыстырып, қызарғаннан кейін екі жағын пісіріп аламыз. Келесі панкейкімізді саламыз. Пісіріп аламыз. Мінекей осындай дайын панкейк бізде